Тіс емдету үшін зейнетақы жинағын қайта пайдалануға рұқсат беріле ме? Көпшіліктің қызу талқысындағы бұйрыққа қатысты бүгін денсаулық сақтау министрі жауап берді. Бұл азаматтарымыздың зейнетақы жинақтары екенін түсінуіміз керек. Егер алаяқ топтар жалған стоматологиялық клиникалар арқылы шамамен 220 миллиард теңгені заңсыз иемденсе, бұл тек денсаулық сақтау министрлігінің емес, барлығымыздың ойлануымыз қажет мәселе. Халық болашағын ойламай, зейнетақы жинағын бей-берекет жұмсай бастады. Бүгінде бұйрық ашық порталында жарияланған және әрбір пікір қадағаланып отыр. Яғни зейнетақы қаражатына стоматологиялық қызмет алу енді мүлде болмайды. Бұған соңғы уақыт азаматтардың жинақ ақшасын мақсатсыз жұмсауы мен стоматологиялық клиникалар арқылы миллиардтаған қаржыны заңсыз иемденуі себеп. Бұған дейін құжат тапсыру тәртібі күшейтіліп, рентген суреттерін ұсыну талап етілгенімен алаяқтар бұл схемаларда айналып өткен. Ал қаражаттың 30% компания иелерінің қалтасына кетіп отырған. Осыған орай министр қоғамды болашағын ойлап, зейнетақы жинағын бей-берекет жұмсамауға шақырды.